Папа, таныс қойыңыз, сіздің робот күйеу балаңыз. Ойбай, не дейді? Ал енді распаковка жасайық. Вау! Ей, сонда адам табылмады ма? Қойш, папа, сізге ешқандай күйеу бала ұнамай қалды ғой, сол үшін робот күйеу бала заказ бердім. Қазір бұл Bluetooth-пен қосылады. The Bluetooth device is connected. 你的机器人女婿已经准备好工作了。 Мынау қытайша сөйлеп тұр ғой. Бұның қазір настройкасына жөндеу керек екен ғой. Сіздің робот күйеу балаңыз жұмыс істеуге дайын. Сонда любой жұмысты істей бере ма? Ой, кеттік онда, үйде жұмыс жетеді, жүр далаға. Құп болады. Мәссаған. Давай, жұмыс істе. Әй, күйеу бала, мына стенаға тығыз зона істеу керек. Сен давай, балға маған жоқ, басқаша істеші. Әрине, осы сізге точно ұнау керек. О, мынау күшті шықты, молодец күйеу бала. Жүр, көмір түсіру керек қазір. Папа, не істеп жатсыздар? Қызым, молодец, мынау идеальный күйеу бала екен, бүкіл жұмыс істеді ғой. Папа, не істеп тастағансыз? Айжан ханым, мені заводқа қайтан өткізіп жіберіңізші. Немесе мені өшіріп тастай аласыздар ма? Ойбай, өшіргенес, әлі жұмыс жетеді, бар қора тазыла. Чё сидишь, работай! Сендер ма менің квартирамды көруге келген? Иә, біз ғой. Менің квартирамда баламен тұруға болмайды. Бала? Қайдағы бала? Бізде бала болды ма не? Бізде бала жоқ, екеуміз ғана. Семейный параға тоже бермеймін. Мен жалғызбын, семейный пара емес, өзім жалғыз тұрам бұйырса. Менің квартирамда ұлдарға тұруға болмайды. Тәте, мен как раз қызбын ғой, мен ұл деп ойлап қалдыңыз ба? Тұрғың келсе маған 3 айдың ақшасын депозит қып бересің. Иә, тәте, бар ғой, міне. Үйді көре берсек болады ма? Менің үйінде тұру үшін 100 рет отжимания, 100 рет приседание жасау керексің. Істей аласың ба? Болды ма? Енді үйді көре берсек болады ма? Сен менің үйінде тұруға лайықты кенсің. Жүр үйді көрсетім. Мінеки квартира айына 500 мың теңге. Плюс коммуналка отдельно. Анау адамдарды әкелмейміз, шуламаймыз. 500 мың теңге мына квартира үшін? Иә, арзан ғой. Сіздің есіңіз дұрыс па? Біз сол үшін бағана бір қиналып жүрмін ба? Керек емес мына квартираңыз. Не болды, жан? Ботам, мына үй болмады. Қымбат сұрап тұр еще, бәтсітей ғой. Ту, қашанғы квартирадан квартираға көшіп өсіп жүреміз? Жан, может, біз ипотекаға квартира аламыз? Әй, официант бала бергеш. Мынаның бәрін с собой сарқытқып салып кетсе бола ма? Әрине болады. Мына тамақтарың деген ой керемет дәмді екен. Залдарыңда жарық әдемі екен. Ой, немерлерім тоятын болды ғой. Мына бакалдарың да әдемі екен, а? Тәте, бакалдарды алуға болмайды, осы жердікі. Мына тарелкаларыңда күшті как раз керек маған. Тәте, тарелкалар тоже алуға болмайды. Мына қанталыштарың қандай әдемі. Мына орындықтарың да әдемі екен. Оппа, тағы да не бар екен, я? Мынаны залға қойсаң керемет қой, а? Оны алуға болмайды, тәте, ол осы жердікі ғой. Мынаны спальниға қоям. Тәте, оны алуға болмайды. Баламан жігіт түскілдің қасына фотоға түсірем. Қойш, мам, түспей қойыншы. Ана, ұстап тұрғандай бол, ұстап тұрғандай. Обязательно ма? Туй, өзі көп сөйлемес, ташана күлді. Ұстап тұр, ұрбайма. Балам, енді ана картинаның жанына тұршы. Түспей қойықшы, мама. Тұр, дұрыстап тұрсыншы. Денең тік ұста. Шынайы күл дедім мен саған. Күл. Эмоцияңды көрсетсінші. Ұрбайма тұр дедім мен саған. Дұрыстап тұр. Туй, мам, не үшін барлық жерде фотоға түсіре бересіз мені? Түсіріп, артаңның басына мен iPhone 17 Pro Max алдым. Сендерді фотоға түсірмесем, а? Бұны мен, между прочим, ондай стордан алдым. Оларда қазір 0024 бол жатыр. Оларда 100% оригинал, верификацияланған. Еще чехло, стекло в подарок жүреді. Ой, жаным, на фото күшті кет. Мама, еще мен статусқа сақ қойғасыма страшный түрін еще онша емес түсірілген қып. Не болды? Шыда, қанша өмірім қалды дейсің? Мен өлем, одан кейін сені ешкім фотоға түсірмейтін болады. Шыда! Не позволяй себе родителям грубить. И голос повышать тем более не смей. Обязан уважать ты и ценить. Бұл бап кешірші. Болды, ана елканың жанына тұрш фотоға түсірем. Давай, тез, бол, жу. Холодильниктің астын сүр, бол, тез. Ма, тура холодильниктің астын ешкім тексермейді ғой, жумай қояқшы. Тез болды, көп сөйлемей сүртсеңші. Мам, ешкім тексермейді, жумай қой. Әне, ке қой.
сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз, төрлетіңіз. Мынау шаң! Мен келет деп сүртіп қоймайсыңдар ма? О жерде сүртіп үлгермей қалды. Мен шаң үйлерінде қала алмайды екем. Кеттім мен. Менің саған сұрағым бар. Қандай? Сенің подпискаңдағы қыздар кім? Мен подпискаларым ба, шығарып алғансың ба не? Ал бастайық. Ләззат 07 деген кім? Ол мен туысым жай. Айка 89 дегенше. Ол мен класстасым. Бәтима дегенше. Ол менің жай коллегам ғой. Гүлім 89. Олар ғой мен группаласым. Жеш, өтірішқа суық бағыт болды тамақ. Сендім. Мына Бату деген кім, а? Қыз ба? Балам, сен қашан үйленесің? Менде бар ғой бір күшті варианттар бар. Осымен таныстаңшы. Қой, шанда қыз маған ұнамады. Басқа қыздар бар ма, мама? Ой, тегі. Онда міне Айнұр деген құрбымның қызы. Өзі блогер, ақшаны қырып табады. Қыш, ол қыз маған лайық емес. Маған басқа қыз керек. Мына ауылдағы Гүлвира деген құрбымның қызы қалай? Ауылдағы бүкіл жігіттер артынан жүгір жүр дейді. Таныс болсаңшы, а? Анда қыз маған тоже ұнаған жоқ. Мынау ше менің Мағрипа подружкамның қызы. Өзі Мама, сіз бұрында бір қыздарды көрсетедіңіз ғой. Мен үйленуге дайынмын негізі. Көрсетіңіз қайтадан. Ой, сен таңдап жүргенше ол қыздардың барлығы шетінен байға тиіп туып алды. Сонда вообще қыз қалмады ма? Сонда бір қараңызшы, бір варианттар может қалған шығар, а? Ауылда бір осындай Наташа деген семен жасты осылай тәте қалды. Әлемнің жетінші кереметі ғой. Болды, мен осы қызға үйленемін. Таныстырыңызшы, мама. Балам, сен маған секретіңді айтсаңшы, осы сен ұнатып жүрген қызың бар ма? Қойшы, мама, сен потом бәріне айтып тастайсың. Үйбай, қашан айттым мен? Ешкімге тіс жармаймын. Айта бер. Маған параллель класста қымбат деген қыз ұнап жүр. Мама? Ало, туысқандар, қалайсыңдар? Менің балам бір қызды ұнатып жүр екен. Скоро той! Бүкіл ауылдардың, туысқандардың чатына жіберіңдер. Шұғыл жаңалықтар. Мен Арманның мамасымын. Балам 6-шы Б классында оқитын қымбат деген қызға ғашық. Баламның басы кетіп жүр. Алло, бұл қымбаттың мамасы ма? Менің балам сіздің қызыңызды ұнатып қалыпты. Атастырып қояйық та. Ой, менің балам ақылды, ағылшынша сайрай. Сен өзің қай жылғы боласың? Мен 2007 ал, сенші? Жасты екенбіз ғой. Мен 97 болам. 97? Бірақ ойлап қалма, 97 шал болып қалды деп. Біз әлі жаспыз. Менің бірінде суық ұстап тұр. Кондерді өшіресіңдер ме? Қызым, ұялма, жесеш. Алатау Ажикан тамақтары. Ойбай! 150-ге Қытай тамақтарының түрі бар. 2007 ме дедім бе? Иә. Как раз сол жылы ашылған, же. Алло, Сәбит, татуымыз қандай? Әңгіме айтыңыз. Ой, мен жастық шағым керемет болған. Менің Ленин деген класстасым болған. Екеуміз бірге динозаврмен шабатымыз. Ол кезде тірі болатын динозаврлар. 2007 болсаң қаншадасың сен? 18-де. Ай, 18. Ай, сұңқылдаған 18. Айдын көлді аққуды атып алған 18. Жастық шағымды есіме түсіріп жүреді. Той, татырыңызшы, не болып кетті? Сіз мен үшін слишком кәрекесіз. Кеттім мен. Кәрісінес 97 мың оны? Жарал сезім көріп. Антония составила список. Ең жақын деген 15 қонақты шақырдым. Дорогая, что-то мына жерде слишком көп адам сияқты тойымызға. Давай жартысын алып тастайық. Может, маму не позовем, а? Енді пока что 500 адамдай болып тұр енді. Шағын той болғанына шүкір. Так, біз ана Мұратбек ағаның ана группаласының ана сестренкасының ана бывший жігітін шақырдық па? Ой, әкең ұмытып кеттік па. Жаз.